Ассалаумағалейкум, құрметті достар, жандарым, рахмет, сендерге үлкен рахмет қолдауларыңа. Бүгін ерекше күн. Кеше ғана біз 3000 подписчикке жеттік. Яғни біздің аудиториямыз өсті, 3000-ға дейін жеттік. Бір Құдайдың арқасы, екінші сендердің арқаларың. Және алдыңғы видео 1000-нан аса просмотр жинады. Ол да сендердің арқаларың. Рахмет сендерге, үлкен рахмет. Және бүгінгі блогты да достарыңмен бөлісіп, арнаға жазылуға көмектесіп, лайк басып, рекке шығаруға көмектесейік. Және бүгінгі блогта бүгін біз Борат жайлы тағы да әңгіме қосатын боламыз. Ендеше кеттік. Иә, достар, Борат біздің әбден нервімізді ойнатып, нервімізді құртып. В общем, қазір менде оған деген ашуыздан бәрі қайтып кетті десем де болады. Оған ашуланып болдым. Борат білмеймін, не үшін бізді таңдады, не үшін дәл осындай хайп жасатып, не үшін дәл осындай өзінің киносына реклама жасаған түсінбедім, мүлдем түсінбедім. Біздің туымызды таптап, сонда билеп, өзіне құлшылық жасатып, өзіне табындырып, сонда біздің елді таптап, біздің ел арқылы осындай кино түсіру деген мүлдем адам баласының миына келмейтін нәрсе. Санасыздар ғана дәл осылай істейді. Әшейінде кешірім сұратуға мастер үкімет бұған ешқандай тосқауыл қоя алмады. Бұл қанша бір-екі жыл бұрын осы Қазақстанның туын балконға ілгені үшін бір азаматқа 500 миллиондай айыппұл салып жіберген. Ал Боратқа ше, Борат біздің туымызды, біздің қастерлі тұтатын туымызды, біздің ел таңбамызды қолданып, пайдаланып, даттап жатыр. Тіпті туымызды аяқтың астына салып жатыр. Аяқтың астына салып таптап жатыр. Енді бұл нағыз санасыздың іс-әрекеті. Дәл осындай әрекет санасыздың іс-әрекеті. Дәл солай. Ешқандай санасы бар адам бұндай дүниеге бармайды. Неғып осы басқа да режиссерлар сияқты керемет кино түсірмеске, дәл сондай киноларды неге түсірмеске, дәл сондай сапалы киноларды, сапалы фантастикалық кино түсір, комедия түсір, тек бөтен бір елге тиіспесе, айналайын-ау, көке, ол сенікі дұрыс емес, жалпы, бірақ сен мені естисің ба, сен естіген күннің өзінде де мені түсінесің ба, білмеймін ғой, бірақ бұндай затпен сен кино түсіре алмайсың. Өйткені бұл біздің жеке туымыз, біздің қастер тұтатын туымыз, ата-бабамыз не үшін бұны туымызды, елтаңбамызды, жерімізді не үшін қорғады, қан төгіп. Құрметті жігіттер, құрметті қазақ халқы, бұны бірдеңке қылып тоқтату керек. Осы Борат киносы шықпай жатып, Түркияда бір пранк болған, яғни Қазақстанның туын жағам деп. Бір азамат келіп, Қазақстанның туын жағам дейді, бірақ түрік азаматтар бұған қарсы болады. Өйткені олар айтады, біздің бауырларымыз, сен қалай бұл туларын өртемексің, қалай сен бұндай әрекетке бармақсың деп оны тоқтатады. Тіпті соққыға да жыққандары да бар. Иә, құрметті достар, түркі халықтары дәл осыны бізге құрмет көрсетіп жатыр. Оның үстіне президенті осы Борат киносына, бүкіл Түркия мемлекетінде Борат киносына заблокировать етсек, Борат киносын көрсетпейтін болды. Әшейінде ауыз жаппайтын Мұхтар Әблязов бұндай кезде үндемеді. О, көке, дәл сенің жаныңда ғой, Англияда ғой, Европада ғой, Борат, оны ұстамайсың, оның жазасын бермейсің. Мақыл, текермін өзінікін істеді. Ол іздестіріп жатыр. Сен үнсіз отырсың. Бүгінгі блог осындай болды. Біздің туымызды, біздің жеке туымызды, біздің елтаңбамызды бұлай киносына қосуы, бұлай даттауы мүлдем санасыз адамдар. Борат Нью-Йорк Таймс журналына өзінің сұхбатын берді. Яғни неге Қазақстанды таңдады, неге Қазақстанды таңдағаны жайлы айтты. Ол жерде айтыпты, мен Қазақстанды танымал еткім келді, Қазақстанды Америкада ешкім танымайды, сондықтан осы кино арқылы ол Қазақстанды мен танытқым келді дейді. Сонда америкалықтардың барлығының санасы жоқ па? Біздің елді тай басқаннан бастап жерді картаны көрсетіп, мынандай мемлекет, мемлекеттің астанасы мынандай деп үйретеді ғой. Сонда ол жақтағылар ештеңке үйретпей ма? Мен бұл жерде түк түсінбедім. Борат шыққан кезде, Борат киносы алғаш рет шыққан кезде, біздің мемлекет оған
жалып тастаған, яғни әрекет істеген, бірақ Америка бұның бетін қайтарып тастаған. Бұл жарамсыз сот болып қалған. Ол Америка біздің Қазақстанның жалобын қабылдамаған десек те болады. Содан кейін біздің билік айтыпты, біздің елге осы Борат киносы арқылы көптеген туристер келіп, көптеген адамдар, шетелдік адамдар біздің елге келіп, бізге қаржылай экономикаға көмектесті депті. Статистика солай көрсетті. Сонда өз жерімізді ақша үшін таптатайық. Ол жерді қаншама батырларымыз көз жұмды, ол жерді қорғау үшін, ол жерде қаншама тер төгілді, қаншама қан төгілді, сол үшін. Бірақ миға қонымсыз әңгіме ғой мынау, достар. Бұл дейтін мүлдем миға қонымсыз әңгіме. Достар, бүгін блог осындай. Компаниясы Боратқа қаржылық жағынан көмек берді. Олар, сол компания Бораттың қаржылық акциясын сатып алды. Ол компанияның басшысы Джефф Безос, әлемдегі нөмірі бірінші бай адам. Әлемдегі бай адамдардың қатарында емес, нөмірі бірінші бай адам. Ол адамға не істей аламыз? Барып басын шауып, 4-5 адам болып басын шауып кетеміз, не істейміз сонда? Оған шамамыз келмейді да, бұл әлемдегі нөмірі бірінші бай адам. Достар, бүгінгі блог осындай. Бүгін осындай блог түсірдім, және сіздерге рахмет. Достарыңызбен бөлісіңіздер, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, аудиториямызды дамыта берейік. Ендеше сау болыңыздар.